Қайырлы күн оқушылар, бүгін сіздермен Ахмет Байтұрсынұлының Крыловтан аударған 40 мысалын талдауды бастаймыз. 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген бұл мысал қазақты қараңғылықтан шығарып, адамды қажет еткізетін құндылықтарға толы. Соның бірі егіннің бастары шығармасы. Бұл шығармада әкесі баласын ертіп, егістік алқабына алып барады. Барлығын байқаған бала барлық бидайдың бейне бір иесіне тағзым етіп тұрғандай басын төмен түсіріп тұрғанын көреді. Және де бұлардан ерекшеленіп, бірі бидайдың басын жоғары көтеріп, өзін басқалардан ерекшеленгендігін байқап, әкесіне бұның мәнін түсіндіргенін сұрайды. Сонда әкесі: балам, бұл бидайлардың басында дәні көп болғандықтан иесіне тағзым етіп тұр. Ал бұл бидайдың ішінде дәні жоқ болғандықтан басқалардан өзін артық санап, басын көкке көтеріп тұр. Қоғамда бұндай адамдар да бар. Яғни басында ақылы болмағаннан кейін өзін басқалардан артық санап, ерекше санап, өзімшілденетін адамдар да бар. Бұлардан үлгі алуға болмайды. Адамның басында ойы, ойланатын миы болатын болса, мына бір өзін көріп тұрғандай бидайлардай иесіне тағзым етіп, кішіпейіл болып, қарапайымдылыққа жақын болады деп, осындай бір мысалмен адамды өзімшілдіктен, менмендіктен және де басқалардан өзін ерекше артық санаудан алыстатып, кішіпейілділікке, адамдарды түсінуге және де өзін жаратқан иесіне алғыс айтып, басын үнемі иіп жүруге және де одан ешқашан адамның кеммейтінін айтып, бұл мысалды қорытындылайды. Сіздерге де айтарым, құрметті оқушылар, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең ісің бәрі бос. Бір-бірімізді артық көрмей, бір-бірімізді кем көрмей, бәріміз бір толқында жүрсек, қазақты да дамытатын және де үлес қосатын жастар болып өсетініміз анық. Қош, сау болыңыздар.